Бүгін аймақ басшысы Асқар Мырзахметовтің төрағалығымен жастар ісі жөніндегі кезекті кеңес отырысы өтті. Онда облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы басшысының 6 айда атқарған жұмысы тыңдалды. Өңір жастарының бүгінгі жағдайы жөнінде де кеңінен сөз болды. Толығырақ тілші бейне материалында. Бүгінгі таңда Жамбыл облысында 240 мыңнан астам жастар бар деп есептеледі. Олардың 186 мыңы еңбек ететін жаста болса, қалғандары студенттер мен оқушылар. Ендеше өңір тұрғындарының 21%-ын құрайтын жастардың бүгінгі хал ахуалы қандай? Бұл жиында бірінші көтерілген мәселе осы болды. Облыс әкімі қазір жастарға қатысты ең маңызды мәселе жұмыссыздықты азайту екендігін айтып, ол үшін тиісті басқарма мен өңірдегі 12 жастар орталығының қалай жұмыс істеу керектігін айтты. Айтып отыр ғой, мына жастар үйі керек деп мысалы да. Ал жарайды, мүмкін онда қарайық, бірақ дегенмен де бүгін таңда осы жастар үйі сияқты сондай бір ұйым қоғам бар ма, жоқ па? Мемлекеттік мекемеден бөлек, сіздің басқармадан бөлек. Бар болатын болса, олар не? Бүгін таңда атқарып жатқан жұмысы қандай, неге олар айталы оның ауқымын кеңейтуге болмайды? Жастар орталық ретінде қарап онаны. Ресурстық орталықтың негізгі заңмен айқындалған өкілеттігі жастарға ақпараттық, әдістемелік және консультациялық көмектер көрсету. Одан қосымша айталық міндеттені жүктеуге болмай ма? Болады. Одан басқа осындай түрлі, жаңағы айтып отқан әртүрлі сан салалы тарам бойынша жаңа жұмыстар жүргізеді, әртүрлі шаралар өткізеді, кездесулер өткізеді. Етуге болатын болса, қаншалықты арнайы жастар үйін ашу керек? Осындай қажеттілік бар ма, жоқ әлде ғана қолдағы бар дүниені сол жастар үйі атқаратын жұмысы да атқара алады ма? Осының бәріне ұйытқы болып, басын біріктіріп, сол жұмысты атқара алатын орынды сұрап отырмын мен. Мекемені сұрап отырмын. Жастар ресурстық орталығы осыған ұйытқы болуға тиіс. Тиіс болатын болса, неге ол сол тиіс жұмысты атқармай отыр? Өңірдегі жастар саясатын қалыптастыруда, жұмыссыздықтың алдын алуда атқарылып жатқан жұмыстар жоқ емес. Мәселен, аудандардан жастарға ваканттық жұмыс орындарын ұсыну, жастар практикасы, бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі мен серпін секілді тың жобалар жүзеге асқан. Алайда бұл мәселені түпкілікті шешіп отырған жоқ. Өңір жастарының ішінде әлі күнге 6200 адам жұмыссыз болып есептеледі. Яғни тепсе темір үзетін жастағы 6200 адамға жұмыс тауып бере алмай отырмыз. Сіз айттыңыз, біз олар шақырамыз, олар келмейді, уақытымды алма дейді. Иә, егерде Құрашин әртүрлі жиналысқа шақырсам, ол ешкім келмейді. Семинарыңа, жағына. Оның бәрі оларға шынында да ол қызық емес. Ал егерде шын мәнінде де мынандай кәсіпті ашуға қатысты нақты жобасын айтатын болсаң, онда оған қызығушылық танытады. Әңгіме сонда міне. Құрашин топырлаға жиналысқа шақырып, біз осындай акция өткіздік, біз осындай флешмоб өткіздік, үйттік, бүйттік дейміз, ол жағы не, ол түсінікті болғанда, қандай қызығушылық болатын. Ал егерде кәсіпке қатысты, шын мәнінде де қолдауға қатысты, біз нақты ұсыныстарды айтатын болсақ, ол жерде сұраныс басқаша болады. Жиында облыстық жастар саясат мәселелері басқармасының басшысынан бөлек, Тараз қалалық жастар орталығының өкілдері өз ойларын айтып, болашақта атқарылу тиіс жобаларын ұсынды. Сонымен қатар облыстық қоғамдық кеңестің мүшелері де сөз алды. Олар өңір жастарын патриоттық бағытта тәрбиелеп, олардың ардагерлермен арадағы байланысын күшейту керектігінде атап өтті. Өңір басшысы жиынды қорытындылай келе жастар арасында кәсіпкерлікті дамытуды, олармен жиі кездесіп, өңірлерде көшпелі семинарлар өткізуді тапсырды. Бірінші кезекте қаралатын мәселелердің бірі, менің ойымша, ол жастардың арасындағы жұмыссыздық мәселесі. Жұмыссыздық мәселесі, осымен біз қалай күресуіміз керек? Жастарды кәсіпкерлікке қалай баулуымыз керек? Жастарды сол өзінің кәсібін айналысу үшін не істеуіміз керек? Бірінші кезекте ойланатын мәселеміз осы сияқты. Егерде әрбір жастың өзінің кәсібі болатын болса, не болса, өзінің жұмысы болатын болса, онда ол жерде патриоттық сезім болады, басқа да мәселелердің бәрі оны айтуға да болады, оны шешуге де болады. Ал егерде оның жұмысы болмайтын болса, оның қарны тоқ болмайтын болса, мұнаның бәрі ол жағы қалай қабылданатыны белгілі. Сондықтан да алдымен осы мәселені қатты ойлануымыз керек сияқты. Жұмыс болған жерде, кәсіп болған жерде айталық заң бұзушылықта айталық аз болады, тәртіп бұзушылықта аз болады дегенде айта берсе көп қой. Осының бәрі сондықтан алдымен бірінші кезекте ойланатын мәселеміз осы сияқты.
Қазір облыста жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту үшін арнайы грант беретін Жас Project атты жоба қолға алынды. Өңір басшысы мұндай идеяларды қолдайтындығын айтты. Бұдан бөлек бүгінгі кездесуде студент жастарға жолақыны арзандату, олар кездесу өткізетін жастар үйін салу секілді маңызды мәселелер көтерілді. Айбол Қараш, Марат Таубай, жаңалықтар қызметі.